Қазақстан 2030 жылы шөлге айналуы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымы төл ресми сайтында Қазақстанға арналған үрейлі сценарийін жариялады. Онда 2030 жылға қарай Қазақстанда су тапшылығы күшейіп, ұлы дала шөлге айналуы мүмкін екені жазылған. Құжатта келтірілген деректер жан түршіктіреді. Қазақстан су жөнінен көршілеріне тәуелді, суы тапшы ел. Оның бүкіл территориясының небәрі 2,8% ғана өзен-көлдер алып жатыр. Қазірдің өзінде Қазақстан жерінің 2/3 шөл және шөлейтті аймаққа айналды. Қазақстандағы судың жартысына жуығы көрші елдерден келеді. Тиісінше трансшекаралық өзендерді бірлесе пайдалану бұл республика үшін өмірлік маңызды. Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының дерегінше соңғы жылдары өңірде климаттың өзгеруі қатты сезілуде. Температураның құбылуы суық пен аптап ыстықтың толқын-толқынмен өрбиді. Оңшылық барған сайын жиілеуде. Су тапшылығы ушығып, осы ресурс үшін қақтығыстар туындауы ықтимал, деп хабарлады Біріккен ұлттар ұйымы. Алаңсыз ұйықтас бабам, жастанып жатып шақтың